Енді біз тігуге кірісеміз. Дайындап алған құрақтарымыздың ленталарымыз, жаңағы бұрыштарымыз, мынау көзіміз, қиындыларымызды енді осыларды тігіп біз осындай әдемі блок шығарамыз. Бізге бұндай блоктың бір көрпеге 14 штугі керек. Мен жаңа кесіп алған маталарым тек осындай бір блок шығаруға арналған. Сіздер жаңа бір көрпеге көбірек кесесіздер. Так, енді біз мына сызықты бостан-бос сызып алған жоқпыз. Бұған центрді дәл табу үшін мінекей осы кесіп алған көзімізді дәл мына бұрыштан бұрышқа орнатамыз. Кесіп алған көзіміздің бұрыштары сызған сызығымызға дәл келу керек. Енді осыны тігеміз, бастап тігеміз. Бір жағын міндетті түрде тігіп, жаңағы қатайтып аламыз. Бұрышымыз жылжып кетпес үшін. Әйтпесе уже жылжып жатыр. Және біз тігісті мен өзімнің машинкамның лапкасы мінекей жіңішке болғандықтан, өте құрақ құруға удобны болғандықтан, где-то мына жері 3 мм, менде ортадағы тігіспен бірге общий 5 мм болады. Жарты сантиметрге тігіске кетеді. Одан да аз жіберуге болады, ол өздеріңіздің нелеріңізге байланысты, көз қырағыларыңызға байланысты. Лапкаға қарамаймын, лапканың дәл ортасынан ориентир ұстаймын десеңіз, осылай бірдеңемен сызып жіберіп, маркер бірдеңемен сызып жіберіп, осы жерді белгілеп, не обязательно лапканың шетімен. Просто ішімізде кейбір кісілер первоначально тігіп атқасын лапкамен ориентир ұстаса, ленталары түп-түзеу болады. Кеше біразыңыз тіктіңіздер, ленталарыңыз өте жақсы тігілген, түп-түзеу болып шыққан. Ол ненің себебі десеңіздер, ол сол жаңағы лапкаға ориентир ұстағандарыңыздың себебі. Если сіздер лапкаға ориентир ұстамасаңыздар, біреуінікі былай жалпақ болып кетеді ленталарыңыз, біреуінікі жіңішке болып кетеді. Сол себепті қатып атқан жоқ па эфир? Отырғандарыңыз айтып жіберсеңіздер, қатып атқан жоқ па? Сол себепті лапкамен ориентир ұстаған жақсы. Бытовой машинка бар кісілер осындай арнайы жіңішке лапкалар сатады, машинка сататын жерлерде. Сол жерлерден жіңішке лапка алсаңыздар болады. Енді біз тігінді бастаймыз. Лапканың жиегімен ориентир ұстай отырып. Енді біз велюрімізді тігеміз. Бастап бір шетін ұстатып алдық. Велюріміздің түк бар біздің велюрімізді. Бұл түкке міндетті түрде қарау керек. Себебі бір жағының түгі осылайынан істеген кезінде тұрады, түгі көтеріледі. Осылайынан істегенде гладкий болып төмен қарай жатады міне түктеріңіз. Осы біз жататын жағын тігінге пайдаланамыз. Келесі жататын жағын ориентир ұстап аламыз. Мінекей, осы гладкий. Енді келесі жағын біз шатаспас үшін аяғын түйін жасап қойсақ болады, байлап. Бірыңғай ана басынан алып тіге беретіндей қылып, осылай түйін байлап қойыңыздар. Соңына кейінде бұны шеше саласыздар. Не себепті тігіне қараймыз? Өйткені бұл материал бізде хамелеон сияқты болып келеді. Жаңағы бір жағынан қарағанда темный болады, бір жағынан қарағанда светлый болады. Сол себепті біз бірыңғай бір бағытта тігеміз. Бір бағытта пайдаланамыз велюрді. Түгін төмен қаратып. Енді осылаймен тіккен көзімізге қаратып қойып, шетін көзіміздің шетімен бірдей қойып, тігіп шығамыз. Кішкене астыда көздеріңіз көрініп тұрса да жарайды. Міне. Және бізге лента қиюға осындай чепчик деген құрал өте пайдалы. Удобно деген пайдалы деппін ғой. Удобно кесуге мінекей. Былайынан кесе саламыз. Ал егер қайшы пайдаланатын болсақ, біз мына жерде бізде машинкамыз тіреп қалады да, ыңғайсыз болады. Сол үшін осындай чепчик алып алсаңыздар, особенно бұл чепчик құрақ тігушілерге өте қажет нәрсе. Түбінен қиып аламыз матаны. Ал енді бастаймыз тігісімізді. Уже 4 минутымыз өтіп кетті. Бізге негізі 10 минуттың ішінде видеомызды түсіріп бітіріп сақтап қоюымыз керек. Мен видеоларды чатқа жіберу үшін
телеграм чатына. Дәл солай қайталай береміз велюрді көздің шетімен алып. Мінекей, тез тігіп шығайын. Ақты да дәл солай түгін төмен қаратамыз. Былай істегенде түгі көтеріледі, былай істегенде жатады. Сол бойынша тігіп шығамыз. Сосын көзіміз ровно тік төртбұрыш емес, ровно квадрат болып шығу керек. Сопақша болып кетпеу керек. Көзіміз біздің бір жағы үлкен, бір жағы қысқа болмау керек. Міндетті түрде квадрат шығу керек. Егер ені 2 сантиметр болса, ұзындығы да 2 сантиметр, осындай тік төртбұрыш шығу керек. Тік төртбұрыш болғанда квадрат шығу керек, шаршы. Енді біз бұрыш саламыз. Бұрыш салуда көп адам қиналады. Бұрышты менің өзімнің лайфхагым, және де солай деп те ойлаймын, елдің бәрі солай салады деп. Бұрышты осылай аламыз да орнатып қараймыз. Орнатып қараған кезде бізден мына шетінен де шығып тұру керек бұрышымыз. Где-то жарты сантиметрге, 0,5 сантиметрге шығып тұру керек. Немесе сантиметр деп қателестім, кешіріңіздер, миллиметрге шығып тұру керек. 5 миллиметр. Мына жағынан да бірде көзбен ориентир ұстайсыздар, оған, конечно, тағы да бірде қалу керек. Яғни солаймен тігіп шығамыз. Біз енді ашып қараған кезде мына тұрған велюрімізді, осы тіккен бұрышымыз жабу керек. Міне жапты, Бұнда бізде уже бұрышымыз дұрыс шықты деген сөз. Және мына жерде де дәл солай. Мына басынан да бірде орын қалу керек. Және тағы бір айта кететінім, мына ұшына да қарауға болады. Мына ұшы, мынаның ұшына келсе, дәл бұрышымыз жабады біздің. Сосын мына жерден тағы да жарты сантиметрден қалу керек, міндетті түрде. Егер бізде ол жерде қалмай қалса, біздің велюрімізді жаппай, құрағымыз, дұрыс шықпай қалады бұрыштарымыз. Мінекей жапты. Және де уже былай қарасаңыздар, мына сызыққа да, жаңа мына жермен ориентир ұстаған себепті, мына сызыққа да келіп тұр біздің бұрышымыз. Және дәл солай қайталай береміз. Төрт бұрышына да дәл солай. Екі жағынан бірде орын қалдырамыз. Жарты сантиметрден және солаймен тігеміз. Мына жеріміз мына бұрышқа дәл келіп тұрса, онда вообще жақсы болады. Мінекей. Дәл келді бұрышымыз. Дәл солай қайталаймыз. Мен әр бұрыш салған сайын түсіндіре бермей қойайын. Уже 4-ші бұрышқа келдік. Үшеуінде уже түсіндіріп шықтым. Мен тігіп шығамыз. Мінекей дәл келді бұрыштарымыз біздің, өте әдемі құрақ шығады бұдан. Қатесіз. Енді велюрімізді дәл солай жаңағы тіккен бойынша қайталаймыз. Бұл велюрді астындағы велюр тіккен лентамыздың бетпе-бет ұстаймыз астында тіккен лентамызға. Мына жерде салған бұрышымыздың шеттері шығып тұрса, ол дымда қылмайды, ол бізге өзімізге уверенность береді, бұрышымыз шығып кетпейтіндей, астында қалмайтындай болу үшін. Біз ориентирді ол бұрыштарға қарап емес, біз ориентирді астындағы бағана тіккен лентамыз, велюрімізға қараймыз. Дәл солай қайталаймыз. Лапканың жиегімен тігіп өтеміз. Уже 10 минут болып кетіпті, мен деген тез тікпесем болмай жатыр. Дәл солай қайталап шығамыз. Ақты да тура солай. Бұрыш салу оңай техника емес. Бірінші тіккеннен шыға салатын нәрсе емес ол. Сондықтан ешқандай да қам жемей, бірінші тіккендеріңізді қайталап тіге берсеңіздер, қолдарыңыз уақыт өте келе үйренеді. Мен осы уақытқа дейін мен де дұрыс шығарған жоқпын. Әлі де менде қателер болады. Ешқандай да уайымдамай, главное төзу тіге білсеңіздер,
ленталарыңызды, велюрдан жасалған ленталарыңызды түзу тігіп үйренсеңіздер, бұрышқа тағы қиналып, жоқ мен бұрышым шықпайды десеңіздер, бұрыш салмай ақ дәл осындай құрақты тігіп шығуға болады. Дәл солай қайталай береміз бұрышты. Мына басынан да жарты сантиметрден қалдырып кетеміз. Осылайша біз бұрышты түзеу шығарамыз. Мына басынан да жарты сантиметрден қалдырамыз. Және дәл солай біз осындай велюрдің, осындай лентадан біз 6 қатар тігеміз. 6 қатарында да бұрыш дәл солай салынады. Ешқандай өзгертпестен дәл осылай бүкіл бұрышқа салып отырамыз. Жарты сантиметрден шығарып отырамыз бұрышты. Велюрдан жарты сантиметрге алыстау. Міне, тоже солай жарты сантиметрден қалдырып. Дәл солай қайталамыз. Түсінікті болып жатыр ғой да, жалпы баршаңызға. Көрмей қалған кісілер болса, мен бұл сабақты уже 3-ші рет қайталап жатырмын. Сақтау және жіберу проблема болғандықтан. Лентаны айтқанымдай, астындағы велюрға қарап ориентир ұстаймыз. Бұрышқа қарамаймыз. Бұрыш өзі шығып тұра береді. Осылайынан ештеңе қылмайды ол. Өйткені біз бұрышты итаки артығырақ аламыз, сол себепті бұрышқа қарамаймыз. Астындағы мына велюрға қарап орнатамыз. Мына біздің тігендеп жатқан велюрымызды. Мінекей, астындағы велюр кішкене басы болар болмас көрініп тұрса, соған қарап тігеміз. Мінекей. Біздің бұрыштарымыз өте жақсы, идеально шығып жатыр. Аллаға шүкір. Келесіге. Бұрышты енді сіздер лапкаға қарамай-ақ тіге берсеңіздер болады. Себебі бұрышты лапкаға қарасаңыздар, материалдарыңызды мықты жеп қояды. Сол себепті лапканың жартысымен бұрыш ұсталатындай қылып түгіне қараймыз, міндетті түрде түгіне шатаспаймыз. Түгіне шатассаңыздар, сіздердің құрақтарыңыз цветтері әртүрлі кетеді. Біреуі темный болып атады, біреуі светлый болып атады. Сол себепті түгін міндетті түрде қарап отырып тігеміз. Мінекей. Дәл солай қайталай береміз. Мына басынан да бірдей жарты сантиметр немесе 3 миллиметр қалдырып, әйтеуір қалдыруларыңыз керек міндетті түрде. 1 миллиметр қалдырып қоймаңыздар, кішкене 2-3 миллиметр, жоқ дегенде 2-3 миллиметр, 5 миллиметр қалдырсаңыздар тіптен жақсы. Мен ана жол бірінші сабақта қызыл жіппен тіккем, енді ақ жіп кеше алдыртып алып, ақ жіппен пайдалансаңыздар, сіздердің жаңағы асты да үсті де өте аккуратны болып көрінеді. Өйткені біздің матамыз, асты да құрақ құрайтын матамыз әппақ болғаннан кейін. Тез тігіп шығайын. Соңғы қатарына келгенде тағы бір бұрышты салу техникасын қайталап өтем. Қатып жатқан жоқ па сіздерде? Қырсыққанда асты бітіп қалды. Қатып қалмай жақсы тігіп тұр ма? Бүгін бізде сабақ болмайды. Осы қайталау сабақтарына қарап, оюларыңызды және құрақтарыңызды дайындап қойыңыздар. Мен де дайындап қояйын. Менікі де әлі дайын емес. Содан кейін біз сбор жасаймыз, бәрін жинаймыз, жинап тігеміз. Жинауға да өзінің бір техникасы бар. Басында мен осылай құрақтарды
тігіп миым шаршайтын еді ана жинауға келгенде. Қазір енді өзім тез жинап тастаймын. Жарты сағаттың ішінде оюмен құрақты біріктіріп, уже құрақ 1 сағатта уже құрағыммен оюым дайын болса, 1 сағатта солардың бәрін құрастырып, мен бір көрпенің асты үстін замогын бәрін құрастырып дайындап қоя аламын. Ертең біз құрастыруды өтеміз, одан кейін жегін салып, замок салуға келеміз. Сол кезінде мұқият қарап алыңыздар. Одан кейін уже сабағымыз біздің аяқталады. Осы сабақ біткеннен кейін, мен 2-3 күннен кейін 3D оюын қалай тігетін мастер-класс көрсетем. Дәл осы құрақтың техникасымен тігіледі, бірақ оюына келгенде басқаша болады. Кішкене оюның астына поролон салынады. Сол үшін қазір біздегі самый трендтегі көрпелер болып жатыр ғой. Ең бағасы құнды көрпе сол 3D көрпе. Сол үшін мен арасын суытпай, сіздер 3D-ні де үйреніп алсын деп мастер-класс қойып жіберіп жатырған жайым бар. Кеше жарты сағаттық сабақтарда жіберілді, енді қазір ұзап кетіп отыр арасымен. 10-17 минутқа кетіп отыр екен түсіріп жатқан. Жіберіледі деген үміттемін. Так. Бір, 2, 3, 4, 5-ші қатарды тігіп жатырмыз. Осыдан кейін соңғы блогым тігіп жабатын болам. Сосын Telegram каналға жіберіп жатырмын ғой. Сол каналдың ссылкасын таратпауларыңызды өтінемін. Мен оны дұрыс пока түсінбеймін, бірақ үйреніп аламын. Болашақта мен барлық немді Инстаграмда үйренуге салып едім барлық. Телеграм, YouTube каналға онша аса мән бермедім. Бар ойым тек сол Инстаграм раскрутка жасау, Инстаграмнан көріну, Инстаграмды жақсылап сонымен жұмыс жасау болып, Инстаграмға бүкіл уақытымды кетірдім. Телеграмға қарамаппын. Міне біз соңғы қатарын тігіп жатырмыз. Тағы бір айта кетейін, бұрыш саларда міндетті түрде мына жағынан, бұрыштың мына жағынан орын жарты сантиметрден, жоқ дегенде 3 миллиметрден қалдырамыз. Және де осы жерге де ориентир ұстасаңыздар болады. Міне, мына басына дәл келу керек. Мына бұрышпен примерно көзбен қарайсыздар ғой. Және осы жерден ориентир ұстасаңыздар, мен мына жағына қарамаймын особо. Осы екі шетіне қараймын. Мына жағына 5 мм, где-то мына жағына 5 мм қалдырам. Енді көзбен қалдырасыздар сіздер жобамен, өйткені оның бәрін өлшеп, сызғыш алып өйтіп отыратын бізде ешқандай да уақыт мүмкін да емес. Ол каждый бұрышты өйтіп сызып отыруға көзбен қарайсыздар. Ашқан кезінде мына сіздің мына жақта велюрді жабу керек бұрышыңыз. Вот солаймен басынан аяғына дейін сол техниканы пайдаланамыз. Міндетті түрде қалу міндетті. Өйткені бұл шеттері тігіске кетеді, ашқан кезде велюрді жаппай қалады. Егер былайына притық қылып істесеңіздер, ашқан кезде мына жерде тігіс болады да, сіздердің велюрларыңызды жаппай қалады. Осылай қалып қою мүмкін. Осылай. Сол себепті міндетті түрде қалуға міндетті.
мінекей. Енді біз соңғы қатарымызды тігеміз. Түгін төмен қаратамыз велюрдың. Мен сіздерге қалайда видеоларды жіберемін. Телеграм болсын, және Инстаграм болсын, қалайда жүктеп жіберемін. Ешқайсыңыз алаңдамай, менің личкама көп жаза бермей, мен де қанша уақытымды жоғалттым. Бір мастер-класс өтемін. Заказдарым тұрып қалды. Сол үшін бәріңізден кешірім өтінемін. Кішкене сабыр сақтайық. Бүгін енді Телеграмға барлық видеоларды, өткен сабақтарды жүктеймін. Алла сақтасын, Инстаграм дей бердім ғой. Интернеттен проблема болып қалмаса. Қазір осы сабақтарды сақтап, мен жүктеймін. Міне, осылай енді жиегін жауып шығамыз. Лапканың жиегіне. Іштеріңізде көп сабақтар алған, көп мастер-классқа барған, қатысқан, онлайн мастер-класс алғандарыңыз бар шығар. Мен өзім ондайды алып көрмедім, себебі ешқандай мастер-класс ештеме қатыспадым. Сондықтан мен өзім тәжірибем, бұл өзім тәжірибеммен қарапайым тілде түсіндіріп жатырмын сіздерге барынша. Жаңағы теоретический олайдан түсіндіре алмаймын енді мен. Артық жегін кесіп тастаймыз осылай. Бізде шыққан құрағымыздың квадраты 22-22 сантиметр болу керек. Шыққан блоктарыңызды міндетті түрде өлшеп отырыңыздар. Біздің өйткені оюымызда дәл осы размерде болады, және бүкіл құрағымыз осы размерде болады. Егер сізде бұл размер болмай қалса, сіздің шығаратын көрпеңізде уже қателік болады. Бұрыштары бір-бірімен сәйкес келмей қалады. Сол себепті міндетті түрде өлшеп отырамыз. Міне, қазір бұны енді мен сіздерге өлшеп көрсетем. Сонымен біздің мастер-классымыз аяқталады. Мінекей, өздеріңіз көріп отырғандай, бастан аяқ 22 сантиметр ровно шықты. Манаяғы кішкене артықтау болса, үстінен тігіп жеріп, кесіп тастаймыз велюрді. Кем болып қалмасын, самый главный кем болып қалмаса болды бізге. Артықтау болса, дымда етпейді, оны көрсетіп жіберейін. Кішкене артықтау болған уақытта. Негізі артық болмау керек еді. Тігістің біреуінің. Мінекей, артық болғанда осылай алып, тігіп жібереміз. Міне, енді өлшеп қарағанда, енді ровно 22 болды. 22 сантиметр. Және асты осындай, мінекей, кеше мен қызыл жіп пайдаланғанда қызыл нелер жіптерінің шығып кейбір жерлер көрініп атты. Енді мен астында үстінде ақ жіп болғасын, міне қараңыздар. Алды да идеальны, арты да идеальны шықты. Осымен біздің сабағымыз бітті. Осындай блоктан бізге бір көрпеге 14 штук керек, және бір наволочкаға 2 штук керек.